Сәлем достар, сіздермен тағы да кездескенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін сіздерге әлемдегі көптеген киносүйер мен көрерменнің жүрегін жаулаған рейд фильмін айтып беретін боламын. Фильмнің басты кейіпкері арнайы жасақ сарбазы Райан есімді жігіт болады. Ол арнайы тапсырма бойынша баскетшілер мен нашақорлар жасырынып алған үлкен үйді басып алуға арнайы дайындық көруде. Фильмнің басты кейіпкері Райан дайындығын аяқтап болған соң намазын оқып отбасымен қоштасу алдында тұрады. Оның аяғы ауыр әйелі болады және оны тастап ол арнайы жасаққа кету барысын бәрін түсіндіріп кетеді. Ендігіде арнайы жасақ сарбаздары сол баскетшілерге қарай бара жатыр. Олардың саны шамамен 30 адамға әрең жетеді, ал баскетшілер болса бүтін бір көп қабатты үйді жаулап алған, ал олардың саны мүлдем белгісіз. Мына бір жерде баскетшілердің нағыз басшысын көріп тұрсыз. Ол асқан қатыгездікпен өзіне сатқын адамдарды аяусыз өлтіруде. Баскетшілердің басшысы өте қатыгез адам, ал жанындағылардың болса тіпті айтуға сөз жетпейді. Арнайы жасақ әскерлері жарлық жоспарларын аяқтап, олар орналасқан үйге келеді және оларды бақылау астына алады. Олардың басты қателіктері өз көліктерін сыртта, яғни қараусыз күйде жүргізушімен бірге қалдырады да әрмен қарай өздері үйге қарай бағыт ала бастайды. Арнайы жасақ баскетшілер орналасқан үйге шабуылды бастап жібереді және алдынан шыққандардың барлығының көзін жойып келе бастайды. Жолда олар сол үйде тұратын тұрғын үй адамымен сөзге келіспей қалады. Арнайы жасақ көп қабатты үйге толығымен кіріп, әрбір бөлігін тазалап келе бастайды. Сол кезде көп қабатты үйдің орта беліне келгенде олар өте үлкен қателікке жол береді. Олардың басшысы ешкімді тыңдамай біреуін атып, өздерінің қай жерде екенін, кім екенін сездіріп қояды. Ал ол баскетшілердің басшысы оларды көріп қойып, бүкіл баскетшілердің бәрін оларға қарай жібереді. Сыртта тұрған жүк көлігіне келген олар жүк көлігін қиратып, ішіндегі жүргізушімен бірге атып тастайды. Ал газетті қуып отырған екі жүргізуші сол мезетте бірден өледі. Қатты қарқынмен келе жатқан арнайы жасақты баскетшілер біртіндеп қыра бастайды. Тұзаққа түскен арнайы жасақ әскерлеріне жоғарыдан баскетшілер оқ жаудырып, оларды көпшілігінің көзін жоя бастайды. Баскетшілердің басшысының екі көмекшісі бар еді. Бірі өте ақылды болса, ал бірі өте мықты. Сол бір көмекшісі Райанның ағасы болып шығады. Енді кезекте арнайы жасақ тек қана өмір үшін күресе бастайды. Баскетшілердің басшысы бүкіл жанындағы көмекшілермен қоса барлық баскетшілерді оларға қарсы айдай бастайды. Көп қабатты үйдің ішінде қиян-кескі шайқастардың жүргені соншалықты өлімнен қайтпайтын баскетшілер мен өлімге бет қараған арнайы жасақ әскерлері өмірі үшін күрес жүргізеді. Баскетшілер үсті-үстіне арнайы жасаққа шабуыл жасап, оларды біртіндеп өлтіре бастайды. Саны жағынан аз болған арнайы жасақ тіптен одан да аз қалады. Арнайы жасақ сарбазы Райан тіптен асқан жауынгерлік шеберлігінің арқасында көптеген өлімдерден аман қалып, өзінің жанындағы серіктестерін аман сақтап қалу үшін күреседі. Оның басты мақсаты жанындағы серіктерімен бірге осы жерден аман алып шығу болады. Басында оның жанындағы серіктесі жас деп оны менсінбеген соң, ал керісінше шынайы жағдайға келгенде ол барлығын өлімнен құтқара бастайды. Енді оның соңына баскетшілердің басшысының екі көмекшісі түсіп келеді. Оның бірі Райанның ағасы, ол оны камерадан көріп қойған. Ол болса інісін танып қойып, осы жерден шығарып тастау үшін оны іздеп келе жатыр. Ал Райан болса баскетшілермен шайқасып, көптеген баскетшілерді өлтіріп, бастығына қарай жақындап келеді. Осы мезетте ол аяғы ауыр әйелін еске алады. Содан соң Райан осының барлығын осы жерге алып келген басшысының сатқын екенін біліп, оны өлтіруге тырысады. Бұл баскетшілердің басты оң қолы және ол төбелесудің хат шебері. Алдына түскеннің бәрін жеңеді, тіпті арнайы жасақтың ең мықты әскерін де жекпе-жекте жеңіп шығады. Ал Райан болса ағасын тауып алады. Ағасы оған бұл жер сенікі емес, неге келдің деп оған ескертеді. Ал інісі онымен бірге кетуін талап етеді. Сол кезде Райан өзінің басшысының өлгенін және оны баскетшілердің бастығына алып бара жатқанын көреді. Баскетшілердің бастығы екі көмекшісін тексеру барысында оның ағасы сатқан екенін біліп қояды. Ал төбелесудің хат шебері болса ағасын ұрып жатқанда Райан келіп қалады. Ал Райан ағасы екеулеп оны әрең дегенде өлтіреді. Ал ағасы оны осы жерден шығарып жібереді. Осымен фильм аяқталды. Ұнаған болса тіркеліп кетіңіздер.